Балалар, бүгінгі біз сабағымызда өрнектегі амалдардың орындалу реті бойынша өткен білімді қайталаймыз. Балалар, қане есіңізге түсіріп жіберейікші? Қандай амалдарды білеміз? Көбейту, бөлу, қосу, азайту. Жақсы. Ал енді бізде мына тақтаға жазылған өрнегімізді бәріміз формада оқып жіберейік. 9 көбейту 5, қосу 17, азайту 40, бөлу 8. Жақсы. Олай болса, амалдардың орындалу ретін анықтап алайық. Мейрамбек, бірінші қай амалды орындаймыз? Көбейтуді орындаймыз. Жақсы. Келесі ерзат қайсыны орындаймыз? Бөлуді орындаймыз. Жақсы. Келесі кім айтады? Айта ғой. Қосуды орындаймыз. Одан кейін азайтуды орындаймыз. Жақсы. Олай болса, тақтаға кім шығады? Тақтаға кім шығады? Қане келе ғой. Атың кім? Бекболат келе ғой. Қане? Бекболат ұстай ғой. Қане бірінші амал бізде? Оқи ғой, өрнекті оқи ғой. 9 көбейту 5, қосу 17. 9 көбейту 5 шығарады, қане? 45. Дауыстамай. 9 мен 5-тің көбейтіндісі 45 кеткен. Жақсы. Бекболат отыра ғой. Келесі кім шығады? Келесі. Қане Нұртілеу келе ғой. Нұртілеу екінші амал. Сен қайсыны орындайсың, Нұртілеу? Бөлуді орындайсың. Жақсы, Нұртілеу. Қане бөлу оқи ғой бірінші. 8 тең болады. Өз айтады. 40 пен 8-дің бөлінісі нешеге тең Нұртілеу? Өте тамаша. Жаза ғой, қане? Беске тең әкеле ғой. Отыра ғой, Нұртілеу. Келесі. Ерзат келе ғой. Ерзат көбейтуді орындадық, бөлуді орындадық. Енді келесі қай амалды орындаймыз? Қайсыны орындаймыз? Қайсыны орындаймыз? Азайтуды орындаймыз, абалдар. Қайсы? Біз солдан оңға қарай ретімен орындаймыз. Біз ең бірінші қайсықты? Қосу тұр. Олай болса біз қосуды орындаймыз. Қане? Нешені қосасың? 45-ке 17-ні қосамыз. Жақсы. Ерзат 45-ке 17-ні қоса ғой. Тең болады 62. 62. Дұрыс па балалар? Иә. 62. Жақсы. Жаза ғой. 62-ді. Жақсы, отыра ғой. Ерзат. Соңғы амалға кім шығады балалар? Соңғы амалға кім шығады? Сұлтан. Келе ғой, Сұлтан. Соңғы амалда қайсыны орындаймыз, Сұлтан? Біз енді көбейту орындалды, қосу орындалды, бөлу орындалды, енді азайтуды орындаймыз. Яғни нешеден айтамыз? 2-ден 5-ті азайтамыз. Жақсы, 62 мен 5-тің айырмасы нешеге тең, Сұлтан? Шара ғой, 62 мен 5-тің айырмасы. Тыныш отыр. Тыныш отырамыз. Кім Сұлтанға көмектеседі? Өзі ойласын, бала жаттырмаймыз. Сұлтанды. Сұлтан қане 62-ден 5-ті азайту. Егер де саған қиындық туғызса, қане Сұлтан бағандап шығара ғой, қане. 62. Дұрыс айтады. Сұлтан шығарды. Дұрыс шығарды. Неше екен Сұлтан? 57 екен. Жақсы. Ойын жете ма? 57-ге тең екен. Балалар, дұрыс па? Өрнектің мәні нешеге тең болды? 57-ге тең болды. Есіңізге түсті ме балалар? Өрнектегі амалдардың орындалу тәртібі есіңізге түсті. Олай болса келесі өрнектерді